Саламатсыздар ма қыздар, мен бүгін дайындайтын тамағым жаркое. Дәмі тіл үйірер, өте дәмді тамақ. Мен осы уақытқа дейін әртүрлі етіп жасап, өзіме осы рецепті ұнады. Соны сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Жуамызды қазанға қуырып аламыз да, және туралған етімізді жуамен қоса біріктіріп, тағы да біраз қуырып аламыз. Және осы жерде қызыл бұрыш саламыз. Мен тамаққа әрдайым қызыл бұрыш салғанды ұнатамын. Шамалап, және кішкене қуырғаннан кейін томат пастасын саламыз. Ас қасықтың ортасынан келетін етіп, томат пастасын салып, тағыдай осылай қуырып аламыз. 20 минуттай су тартылғанша қуырып, және өзіміз тағы да су құйып қайнатып аламыз. Қақпағын жауып қойып, кішкене қайнатамыз 20 минуттай. Ал етіміз қайнайым дегенше мен картошкамды тазалай беремін. Картошкамен қоса және сәбіз, бір сәбіз жетті маған, бір сәбіз жетеді. Және сарымсақ, 2 бас сарымсақ тазалап, осыларды қосатын боламын. Ал сәбізді осылай етіп, өзіме осылай тураған ыңғайлы болды. Осылай турадым. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша турасаңыздар болады. Және картошканы тураймыз. Мен картошканы міне ортасынан бөліп, осылай кішкене кубик ретінде турадым. Қыздар, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Менің каналымда ерекше қызықты рецептілер әлі талай кездеседі. Керек кезде пайдалану үшін каналыма подписацияны басып отырыңыздар. Мен барлық картошкамды ашып турап болдым, мінеки. Енді суы тартылғаннан кейін сәбізімді салып, тағы да қуырамын кішкене. Одан кейін суын құйып, жаймендеп, картошкалерімді қазаныма сала бастаймын. Ас қасықпен шамалап тұз саламын. Араластырып, су құйып, қатты отқа алдымен бір бүлк еткізіп қайнағанша қатты отқа қайнатып, одан кейін оттың астын басып қоямын. Менің жаркойым дайын. Міне қандай тамаша, үйдегілер де сүйсініп жеді. Тәтті екен деп жатыр бәрі. Керемет болды дәмі. Қыздар, подписация етіп жазылыңыздар.